көтер бала кел, шат кішкене. Келе ғой. Келе. Ортаға тұрамыз. Сол негізімізді көтер бала кел. Абылтай тұрамыз. Бастаймыз. Күннің көзі ашылып, көкке шуақ шашылып, құты қонақ келіпті, төрімізге еніпті. Аманасы үлкенге, тәрбиенің асыл ғой. Алтайы бәріміз, сәлем дейік үлкенге. Саламатсыздар ағалар. Балалар, сабақты бастамас бұрын біз екі топқа бөлініп алайық, иә? Мына жерде бізде тақиялар тұр. Бірінші топ көкте, екінші топ қызылдар. Алай кішкене. Кәлі, аламыз. Асқарайын. Оны сам отырамыз. Асқарайын. Балалар, бір жылда неше мезгіл бар? Мезгіл. Қандай айтамыз ба? Қазір қандай мезгіл балалар? Бір аптада неше күн бар? Жеті күн бар. Айтамыз ба? Сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Тамаша. Балалар, бір жылда неше ай бар? 12. Ай бар. Тамаша. Тамаша балалар, бүгін біз ертегілер әлеміне саяхат жасаймыз. Ертегілер әлеміміз балалар. Мақтабыз бен мысық жайында. ертегілер мақтақыз бен мысығы болып тұрады. Екеуі күні деп ойнайды екен. Күндердің бірінде мақтақыз үй жинап жүріп бір мүйіз болады. Оны мысығымен өстіп болып, бір оны шақырады. Мысығым, келші! Маужырап ұйықтап жатқан мысық ұйқысын қимай мақтақызға барады. Мысық келмеген соң мақтақыз мүйізді өсіп қояды. Шақырада келмегенсің, енді айтпаймын. Айтпаймын, мен сенің қадағыңды төгіп тастаймын. Ал мен сенің құйрығыңды жұлып аламын. Сонымен мысық мақтақыздың қадап төгеді. Оған ашуланған мақтақыз оның құйрығын кесіп алады. Мақтақыз, менің құйрығымды берші. Сен бірінші артымда кетпей, содан соң құйрығымды беремін. Неғып, сәлем, балалар мен байқамай мақтақыздың қадағын төгіп алдым. Сол үшін мақтақыз менің құйрығымды кесіп тастады. Енді құйрығымды қайта алу үшін қадық табу керек. Ал қадықты алу үшін тапсырмаларды дұрыс орындау керек. Балалар, маған көмектесіңдерші. Балалар, көмектесеміз ба? Олай болса мысық, алдымен кімге барады? Балалар, сіздердің біздің тапсырмамыз бітеді. Мен орналастырып шығайын. Бірінші қандай саннан бастаймыз? Бір деген сан. Қағап. Орналастырайық. Келесі. Абылтай, келесі. Алалım. Қандай сан? Идар келем. Қандай сан? Екіден кейін қандай сан қоямыз? Келесі. Балалар. Келу бай. Келесі қандай сан қоямыз? Келесі. Бері келем. Қандай сан қоямыз? Келе ғой, армын. Дидар, келе ғой. Дидардан шықсын ғой сен, я? Пияз кел. Қандай сан? Сіз шықпағанда шығамыз. Жылдамдатамыз бала. Қандай сан? Келе ғой, не дейді? Ай, бүйді. Қандай сан? Ай, бүйді, қандай сан қоймады? Ай, ажыр, келе. Қандай сан қоймады? Арына шығмады ба? Дидар, біле сырш. Қандай сан қоямыз? Орындаймыз балалар. Балалар, біз сіздердің тапсырмасын орындадық, иә? Ал, сіздерден кейін балалар кім? Ғашықтың балалар тапсырмасы
Бізге айтады, санамақ білеміз ба? Ендеше санамақ айтып көрейікші. Тақтаға келеміз. Аламыз санамақтар. Тамаша балдар, біз халықтың тапсырма қыздарға барады екен. Халықтың тапсырмасы бізге айтады. Мына ілініп тұрған бізге қай уақытта келеміз бұны балдар біз қолғапты. Қыстай дейміз ғой. Осыны бір сынап тұр, екіншісін топ қойыңдар дейді. Ал енді жылдам кім шығар? Орындаймыз кім? Мен. Тез. Келесі шыға береді, шығып келе береді. Темный истинно мастера. Вот Қатығын алып барып келеді. Мысық не береді? Құйрығын береді. Екеуі не болады? Дос болады. Міне балалар, бүгін біз бірден 10 сан аралығында тани білдік па? Қандай сандармен таныс болдық? Сабақ бүгін ұнады ма балалар? Кәне, бес алмаға 3 алманы қосса қанша алма болады? 4 алмаға 4 алманы қоссаң, 8 тағы да 8. 3 алмаға 3 алманы қоссаң, 6. Балалар, міне бүгінгі біздің сабағымыз бірден 10 аралығында сандармен танысу. Балалар, бүгін сабақ ұнады ма? Ұнаса алдымыздағы белгіні көрсетейік. Барлықтарың сабаққа белсене қатысқандарың үшін сендерге